Баршаңызға сәлем. Пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Өмірде сусыз тіршілік жоқ. Судың адам ағзасына пайдасын білу міндет. Адам өмірінде судың алатын орны өте зор. Ғалымдардың айтуынша, адам тәулігіне 30 күн бойы нәр татпай, аш жүре алады. Бірақ сусыз небәрі 3-5, кей жағдайларда 7-8 күн шыдайды. Денеміздің қимыл қозғалысқа икемділігі де организмнің 70% судан тұратындығымен байланысты. Мәселен, өкпеде су 90%-ға дейін, қанда 80%-ға дейін, мида 75%-ға дейін, буындарда 24%-ға дейін, тіпті ағзамыздың ең тығыз тіні тісте де 0,2% су бар. Адамға таза ауыз судың белгілі бір мөлшерін күн сайын ішіп тұрудың маңыздылығы осымен түсіндіріледі. Бұл ретте газдалған тәтті сусын, шай немесе кофе есептелмейді. Таза ауыз су ғана есепке алынады. Су тапшылығы несімен қауіпті? Организмде су жетіспесе, тұз балансы бұзылады. Салдарынан бүйрек пен қуықта тас түзілуі мүмкін. Сонымен қатар судың тапшылығы буындарға да теріс әсер етеді. Буын ауруларын қоздырады. Бұдан бөлек судың тапшылығы қанның қоюлығына әкеп соғады. Ал бұл инсульт, инфаркт, тромбоз, геморрой, варикоз ауруларының даму қатерін арттырады. Судың жетіспеушілігі ас қорытуға да зиянын тигізеді. Ас қорыту ферменттерін бөлу процесі бояулайды. Асқазан ішек жолы ақырын жұмыс істейді. Тамақ ішекте ұзақ уақыт тұрып қалып, алдымен ашу, кейіннен қабыну процесі басталады. Сондай-ақ организмде судың жетіспеушілігі көп жағдайларда созылмалы іш қатуға, гастритке, тіпті асқазан жарасына да себеп болады. Судың тапшылығынан тері де қатты зардап шегеді. Ылғал жетіспегендіктен тері шымырлығын тез жоғалтады, жұқарады, солады, әжім түседі. Осылайша судың аздығы қартаюдың көзге көрінетін белгілеріне әкеп соғады. Ылғалдың жетіспеушілігінен шаш пен тырнақ әлсіз, сынғыш келеді. Сондай-ақ сусыздану несеп шығару жүйесінің жұмысын бұзады және организмнің өздігінен тазару процесін қиындатады. Жылдың ыстық мезгілінде организмге судың жетіспеуі салдарынан күн өту ықтималдығы артады. Әртүрлі зерттеулерге сүйенсек, судың қажетті тәуліктік дозасы салмақтың бір келісіне 30 мг-нан 50 мг-ге дейін. Яғни біз оның қақ ортасын 40 мг алсақ, салмағы 60 кг құрайтын адамға күніне кем дегенде 2400 мг немесе 2,5 литр су ішу қажет екен. Әдетте дәрігерлер тәулікке кем дегенде 1,5 литр, ал аптап ыстықта ең кемі 2 литр су ішуге кеңес береді. Организмге пайдалы болу үшін суды дұрыс ішудің 5 ережесін сақтаған дұрыс. Бірінші ереже – суды аш қарынға ішу. Таңертең ұйқыдан оянғанда 1 стақан таза су ішіңіз. Осылайша сіз түн ішінде қалыптасқан ылғал тапшылығының орнын толтырасыз. Қан қысымын қалыпқа келтіріп, қан айналымын жандандырасыз. Екінші ереже – суды тамаққа дейін ішу. Қаныңыз асқанын сезгенде, алдымен 1 стақан су ішіңіз. Бұл ас қорытуға да жақсы, сонымен қатар ашығу сезімін басады. Яғни сіз тамақты аз жеп, аз калория жинайсыз. Бұл артық салмақтың алдын алады. Үшінші ереже – жылы су ішіңіз. Су температурасы дене температурасымен тең болса, яғни 36 градусты құраса, тіпті жақсы. Жылы су жақсы сіңеді. Тиісінше организм оны сіңіруге энергияны аз жұмсайды. Төртінші ереже – қатты тамақпен бірге су ішпеңіз. Бұл астың қорытылуына кедергі келтіреді. Өйткені асқазан сөлінің концентрациясын төмендетеді.
Бесінші ереже. Жүктеме кезінде көп су ішіңіз. Денеге күш түскенде организм ылғалды тез жоғалтады. Сол себепті тапшылықтың орнын толтыру қажет. Егер спортпен шұғылдансаңыз, суды жаттығуға дейін және жаттығудан кейін ішкен абзал. Міне, су тапшылығы адам ағзасына қандай зияны бар екен байқадыңыз. Ақпаратым пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Пайдаңызға жарасын.